Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, үлбіреп тұрған жұп-жұмсақ шелпектің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап лайк басып, комментарий қалдырып, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға жылы суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық майонезімізді, қантымызды салып, жылы сүтімізді құйып, 1 ас қасық дрожжи, 1 ас қасық майонезімізді салып, жұмыртқаны жарып, електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамырымыз осылай көтерілді. 7 немесе 9 бөлікке бөліп, қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Міне біздің шелпектеріміз дайын. Жұма мүбәрәк болсын.